Ассалаумағалейкум. Аман есенсіздер ма? Бүгінгі Інжу Маржан жобасына қош келдіңіздер. Бүгін мінекей жыр тыңдаймыз, халықтың халық әндерінен сусындаймыз дейтін қонақтар бүгін келіп отырсыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Енді қазақтың халық әндерін біз көбіне тек қана бір көңіл күй көтеретін құрал ретінде ғана қараймыз. Мысалы, шын мәнінде халық әндерінде бұрынғы біздің бабаларымыздың тұрмыс тіршілігі, ондағы ертедегі тарихы, ертедегі өмірі қамтылған. Сондықтан да халық әндерін, халық жырларын, терме толғауларды тыңдағанда тек қана бұны жай ән әуен ретінде қарамай, оның сөзінде қандай мағына бар, адамға қандай кеңес береді, қандай бағыт бағдар береді деген негізгі жыршы жырауларымыз ертеде мемлекеттің идеологы болған, жыршылар хандардың бас кеңесшісі болған тарихтан белгілі. Сондықтан да халыққа ақыл кеңес береді, халыққа нақыл насихат айтып отырады. Бүгінде біздің жобамызда осы әнменен, халық әндерімен қатар терме толғауларды қатар тыңдаймыз. Осы халық әндерінің алдында қысқаша айтып өтуіміз керек. Біздер тек қана қазіргі әндер дегенде өзіміздің қазіргі ата жұрттағы шекараның деңгейіне қараймыз кейбіріміз. Ал біздің шекарамыздың сыртындағы қазақтар ежелден ғасырлар бойы қоныстанып отырған мына Монғолия жеріндегі, Байөнелгейдегі қазақтардың әндері бар. Сонымен қатар Алтай, Тарбағатай, Іле өңіріндегі Қытай Халық Республикасындағы, сонымен қатар өзімізбен іргелес жатқан мына Өзбекстандағы, Науайдағы қазақтардың, Тәуелібайдағы, сонымен қатар Бесқала өңір аталған Әмудария бойында Қарақалпақстандағы қазақтардың араларында қалыптасқан жыршылық, әншілік мектептері бар. Бүгін сіздердің тыңдайтындарыңыз осы Әмудария бойында қазақтардың әндері болады. Әмудария қазақтарының жыр мақамдарын, термелерін бірге тыңдаймыз, қадірлі ағайындар. Ал енді жыршылық дәстүрді біз көбіне сахнада, телевизияда көргенде келіп насихат сөзден бірден төкпелетіп бастап жатады, бірақ кез келген нәрсенің өзінің жүйесі бар, өзінің арнайы салынған жолы бар. Жыршылар бұрын таңға дейін, 3 күнге дейін жырлады деп жатамыз. Оның бәрінде арнайы жоспар болған, арнайы сценарий болған. Сол жерде халықпенен амандасып бастайтын болған, аман сау барсыздар ма деп. Сол амандасудан бастап алайық. Олай болса, Айдар Мөкешевтің орындауында Наурызбек Жыраудың амандасу термесі. Қатарласып, кездестік осы бүгін араласып, бұл топта көргенде бар, көрмеген бар, алайық алды менен амандасып. Ассалаумағалейкум үлкен аға, сіздерді артық едау бірдей баға. Бұл күнде ахуал қалай, талап қалай, қатардан кейін қалмай жүрсің балда. Мінекей мерекеге келгеннен соң қызықты біз көрмеппіз, ай, осы топтауға. Ей, бұл топқа апай жеңгей келген екені, келгесін мерекені көрген екені, өзіне пардоз беріп шашын тарап, қарасам бәрі бірдей көргем екен. Аман сау барсыңдар ма қарындастары, отырған араласып кілең жастары, мен дағы өздеріңіз көрген деймін, қадірін құрбы теңнің білген деймін. Осындай сөйлер сізге келгенімде, айтуғы сөз асылын екен деймін. Мінекей амандастық бәрекелді, қосылдық көрмей жүрген құрбы теңге. Ал енді құлақ салып сөз тыңдаңдар, мереке қыздырайық, ай, айтып термауға. Ал енді мен сөйлейін ағайларын, тартынбай біз сөйлейік тілде барын.
тынығып көптен бері жатыр едім, көре алмай замандасың ақ дидарыңны, жер танып қысылмаған жүйрік едім, айт дейсің қандай сөзді құрбыларым, сөзімді сынға салып сынай көрме, жастықпен шығып кетсе ауа қаталарым ау. Ей, ал енді мен сөйлейін өңшең байлары, жақсымен жақын жүріп жаман айлары, өнерін ішке сақтап кім жүреді, қайраты айда қардай арсалаңдары, ер жігіт өнерімен көлбеңдегені, алардың мұратына асылғандары, бұрынғы өткендерден ғибрат алып, қой мініп атты менен жарыспаңдары, не керек қарқындаттан ажыратып, жаманмен той теңесіп таласпаңдары, ақиық өнерімен түлкі алғанда, соңында шықылықтар сауысқандар өтеді талай қызық тіршілікте, жетпейді ешбір нәрсе біршілікте, шалқитын шелең жүріп жастық шағыңы, отырған қандай қызық көпшілікте, отырсаң көпшілікте үлгі аларсың, айырып жақсы жаман екі арасын, өмірдің ең қызығы жастық дәуірі, жастықтың әр нәрсеге көз саласың, ойнамай күлмей өтсең жасыңызда, өмірдің қызығынан құрғаларсың ей, адамға жастық дәуірі бір келеді, шырайы өскен сайын түрленеді, 25-35-те қандай қызық, алтынды қаптағандай түр береді, қолда күш бойда жігер болғаннан соң, әріскөу талпынғандай жел береді, күшіңді жүрсем бірдей пайдаланып, тоярсың әр нәрсеге мейірің қанып, азамат деген бір күн атың шықса, ұмытпайды атыңызды халық танып, істеген ісің бірақ жүзге шығып, көрген жан қандай ердеп жүрсен анып, өмірдің ең қызығы осы емес пе, басыңнан өшпес бақыт тұрсау жанып Ақыл кеңес жыршылар насихат айтып отырады. Жастық шағыңда тырысып қал, тырбанып қал, білім ал, көзқарасыңды кеңейт, сонда ғана адам болып қалыптасасың, халықтың құрметіне бөленген тұлғаға айналасың деп осындай насихат сөздерді арнап отырады. Енді мына халық музыкасы негізінен екі салаға бөлінеді үлкен. Бірі вокалдық сала дегеніміз халық әндері менен жыр терме толғаулар. Екіншісі аспаптық жанр деп аталады. Бұндағы бізде қазақта 40-тан астам аспап бар. Қобызынан бастап шаң қобыз болсын, сасырнай дейміз, көп енді, жетіген. Бұлардың бәрі аспаптық музыка болып есептеледі. Мұның бәрінде күй орындалса, негізінен әннің барлығы осы вокалдық жанрда ән менен жыр терме толғаулар орындалып отырады. Енді осы әр өңірде қалыптасқан әндері бар, халық әндері бар. Мысалы, лирикалық әндер деп айтамыз, махаббат туралы әндер. Қазақтың әндерінің негізі 90% сол лирикалық әндер болып есептеледі, махаббат туралы. Бұл жерде қазіргі уақыттағыдай бір махаббатты жалаң насихаттау емес бұнда. Бұл жерде қызды құрметтеу, қызды қадірлеу, мысалы, ақ көйлек қара бешпент әдемі қыз дегенде, бұның сыртқы сипаты, бұның өзінде былайынша қарағанда қызға арналған ән болғанмен, бұл жерде этнография бар. Қарап отырасыз, сол жерде қызды қалай құрметтеу керек, қыздың өзін кәдімгідей үлкен құрметпенен ән салып, ән арнап жатады. Сондықтан да сондай лирикалық әндердің бірі Асылау жай дейтін ән. Бұл ән осы Әмударияның бойында Бесқала жерінде көп шырқалып жүрген әндердің бірі. Сол әнге кезек берейік. Кезінде бұл әннің ырғағы биге де келеді, кезінде осы әнге билеген дегенде деректер бар. Олай болса, халық әні Асылау жай тыңдайық.
Аслау жайға салғанда ән боларсың естігенде бұл әнді таңғаларсың аслау жайға салғанда таңғаларсың ай жаяу түсіп атыңнан соңғаларсың жаяу түсіп атыңнан соңғаларсың Аслау жайдың ауылы ілгеріде ілгегінің түбінен күн көрінді Аслау жайдың аулына барамын деп ай шыбын жаным көзіме бір көрінді шыбын жаным көзіме бір көрінді Аслау жайды өзімнің әнім деймін бес қалаға бұл әнім мәлім деймін Аслау жай сала алмасаң әнімді өзіме бер ай салып жүрген қашанда әнім деймін Аслау жай бес қалаға бұл әнім мәлім деймін Аслау жай. Ішінде осындай сұлу қыз бен әсем жігіттің бір-біріне деген ынтызарлығы, бір-біріне деген құрметтері осындай жырланып жатады. Ал енді осы халық әндерінің ішінде тек қана 90% лирикалық әндер деп айттым қазақ әндерінің. Оның ішінде осы қалған әндердің ішінде туған жер лирикасы дейтін бар. Сонымен қатар тарихи әндер бар. Самалтау, Елім-ай деген сияқты тарихтан хабар беретін, тарихты сөйлететін сондай халық әндерінен тұрады. Енді осы біз көбірек бүгін жырға көбірек назар салсақ деп отырмыз. Енді терме толғаулардың барлығында осы жаңа айттық, ақылы мен нақыл айтады, бұл жерде ғибраттық мәні бар нәрселер айтады деп. Енді келесі кезекте біз осы сыр бойында өмір сүрген Тұрмағамбет Ізтілеуов арнайы осы үлкен шахнама дейтін, Фирдоусидің шахнамасына аударған Темірбек Жүргеновтың ұстазы болған адам Тұрмағамбет Ізтілеуовтың өлеңдеріменен үлкен ағартушы, көрнекті ағартушы педагог Ыбырай Алтынсаринның өлеңдеріне кезек берейік, насихаттарын тыңдап отырайық. Сонымен қатар осы бұның мақамдары Наурызбек жыраудың мақамдарымен орындалады. Сөзі Тұрмағамбет пен Ыбырай Алтынсариндікі. Ай көңлім шалқи берме бет алдыңа, бетің шу шалқыған мен кет алдың ба, үштігіл алтайға да алты қостым, сонда да біреуіне жет алдың ба. Негізі нәпсім бүрім қойым, нәпсігі ойды жемей жоқ қой тойым. Біл алмай қайысына барарымды, болып жүр осы кезде дел сал бойым. Халыққа қарсы қойма бір өзімді, байқамай болып жүрме тіресімді. Әр жерде төрден орын алам десең, түзеп ал татаусыз қып мінезімді. Есерлік естен кетпес жасындағы, бақытты білу қиын басындағы. Ертеулі белдеудегі бедеу аттайы, ініңнің қадірін білей, қасындағы жігітке кедейшілік намыс емес, жоқ болса ағайында таныс емес. Суық су арық соғым жаман достар, үшеуі кедейліктен алыс емес. Жігітке ақыл берет білім деген,
білім бұл ілтипатсыз ілінбеген. Екінші елден таңдап бір сұлу сүйқып шабел қоймақ ауыз күлінбеген. Тағы да елден таңдап бір жүйрікнің көзінен көрінгенің сүрінбеген. Төртінші заманыңда күліп ойна, бір күні шал болармыз дірілдеген. Енді Ыбырай Алтынсарин әйгілі ағартушы, қазақтың үлкен педагогы әйгілі Ыбырай Алтынсарин көптеген мұра қалдырған. Бүгін жалпы осы жырды тыңдауға қазағымыздың түкпір-түкпірінен барлық аймағынан келіп отыр. Сондықтан да барлық аймақты қамтуға тырысып отырмыз. Сырдың бойындағы Тұрмағамбеттің сөздерін айтып жатырмыз. Енді осы Ыбырай Алтынсариннің сөзі бар, өсиет өлеңдер дейді. Ондағы Ыбырай Алтынсарин ағартушы болғандықтан балаларға көптеген өлеңдер жазған, халыққа арнап. Соның ішіндегі осы өсиет өлеңдер деген сөзінде айтады: жаратты неше алуан жұртты бір құдайым, тең етті баршамызға күн мен айын, адамның адам біткен баласымыз, қайсыңды бөлек тудың деп айырайын дейді. Бәріміз бір адамның баласымыз, бір қазақтың баласымыз дегенге келтіреді. Бір-бірімізге жақсы көзқараста болайық деген мағынада осы өсиет өлеңдерін жазған екен. Ішінде пайғамбарлардың өмірінен мысалдар келтіреді. Сол пайғамбарлардың өмірі қалай болды, жаңағы үлкен ауруға шыдаған Аюп пайғамбар соңында Құдай қандай нығмет берді ауруға шыдаған үшін деген үлкен осындай бір жақсы ғибратты сөздер айтады. Олай болса, осы Ыбырай Алтынсариннің өсиет өлеңдеріне кезек берейік. Мақамы мына Бесқаланың солтүстігінде Шымбай, Тақтакөпір, Қаражөк дейтін өңірлер бар. Қазақтардың ежелден қоныстанып отырған аймақтары. Сол жерде қалыптасқан жыршылық өнер бар. Сол жерде Әбдімұрат жырау дейтін жырау болған. Соның баласы Қарасай жырау жеткізген мақамдармен орындалады. Жараттың неше алуан жұрт құдайын, тең етті бәрімізге күн мен айын. Адамның адам біткен баласымыз, қайысың бөлексің деп айырайын. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-бірің ау қарасаңыз. Өмір деген 5 күндік кетер өтіп, атаң барған орынға ау барасыңыз. Ей, пайғамбар бұрын уақытта дәуіт өткен, патша боп бұл дүниеде ау даңқы кеткен. 30 ұлым бар ғой деп көптік ойлап, Құдайым 30-ынды әлі кеткен. Патша болып дүниен алған, қалмаған бұл жалғандау ешбір арман. Өлмеске жалғыз өзім айла табамын деп ізденіп, мәңгі суын соған барған. Мәңгіден су ішкенге өлім болмас, Ескендір мұны сұрап білген рас. Су әпкел деп жіберді ау уәзірлерін, уәзірлер ау қасындағы Қыдыр Ілияс. Екеуі барды суға, судан ішті, патша үшін және бір кес алысты. Енді қайтып жүрелік деп тұрғандау, сол жерде бір адамға көзі түсті. Сұрастау мұнда отырған еткен жансыз, қарасам келбетіңе мұсылмансыз. Сонда ол кісі өз жайын баян еттау, мен дағау бір патша едім еш күмәнсіз. Өлмеске жалғыз өзім айла табамын деп ізденіп, мәңгі суын соған барған. Ей, маған өлім бермеді ау Құдай тағала, енді тастап дүниені ау мұнда келді. Ей, ақ деді ау Қыдыр Ілияс, қайтып келді, сонда дау кеседегі суын берді.
ішейін деп Ескендір ұмтылғандау, Ескендірдің аузына су бармады енді. Тағы да Тақ Сүлеймен ағылмады, өмірінің соңындағы шағындады. Нәушара діні кәпір әділ өттау, дозаққа соның үшін жағылмады. Бұзбаңыз әділдік тау, бір мал үшін жиясыз оны тағау бір жан үшін. Әзәзіл періштенің бастық екен, не болдау тәкәппарлық қылған үшін. Аюпты 8 жылдай мұңғырт жеді, болыпты бөлек-бөлек соның тәні. Мал жаннан ұры туған, бәрі безіп даладау, жалғыз жатып алла деді. Малдалдау баланы алды, сабыр етті, дұшпандар мысқыл айтып жәбір етті. Разымын не бөлсең де құдайым деп, бәріндау қабашытпай қабыл етті. Ей, иманды ер құдайнан ұялады-ау, ұялып есінен сиялады. Ренжітпе пенде болсаң бейшаран-ау, кәріп көңіл бір сыңғай ұялады. Ей, мақтанба бақтымын деп бағыңызға, қартаймақ қиын сауда тағыңызда. Іскі аспай бақыт дәулет қалу оңай, басыңнан бағың тайған шағыңызда. Мақтанба сұлуымын деп ажарыңа, ажарсыз адамдарды ал назарыңа. Зілихау Жүсіппенен сұлу өткен, тұрмаған ажар арау ажалыңа. Өткен дін тарихы бар, адамзаттың тарихы бар, барлығынан осындай мысал алып, солардың өмірінің соңында не болды, сұлумын деп мақтанғандар не болды, баймын деп мақтанғандар не болды. Сондықтан да пендешілікке салынбай, Құдайдың нығметін бағалап, өзінің адам қалпында өмір сүр деген осындай насихат сөздерді айтып отырған екен бұрынғы ақын жыршыларымыз. Ал енді осы біз батырлар жырын көбіне қазіргі уақытта мынандай көзқарас бар. Батырлар жыры соншама ұзақ, сонар жырдың бәрі кітапта тұр, жыршылар жырлап жатыр сағаттап. Оның не пайдасы бар деп кейде ойлайтынымыз рас, жақсы білмейтін болсақ терме жырдың бәрінде. Бірақ оның әрбір сюжетінде, әрбір уақиғасында адамға беретін бір ғибрат, адамға беретін бір үлгі өнеге бар. Мысалы, батырлар жырының басында кез келген алпамыс алып қарайық, Қобыландыны алып қарайық. Бұның барлығында бұрынғы өткен заманда дін мұсылман аманда Байбөрі деген бай бопты, Төрттілігі сай бопты деп басталады ғой енді. Тоқтарбай деген бай бопты деген сияқты Қобыландыда. Соның барлығында бірінші бұлар өмірге перзенттері келмей, перзентке зарығып жүріп, содан кейін барып Құдайдан тілеп, сонан соң барып өмірге перзент келеді. Бұндағы жыршылардың негізгі идеясы бұл адамға Құдай сол баланы, үлкен бала адамға берілген нығмет, бұның бәрі бере салмайды кейде. Бұл үлкен нығмет, сондықтан да баланы қадірлеу керек, баланы аялау керек, мәпелеу керек деп, осындай баланы жаңағы батырлардың әке-шешелері бірден перзентті болмай, жаңағы араға уақыт салып Құдайдан тілеп жүріп, сол баласын тілеп алады. Бұндағы идея балаларды қадірлеңдер, құрметтеңдер, мәпелеңдер, аялаңдар деген бұл перзенттің қадірін түсіндіру үшін осындай идеялар қосқан екен дейді. Батырлар жырының бәрінде оқысақ, тыңдасақ, барлығында мұндай идеяларға толып тұр. Тек қана мән беріп, соған ой жүгіртіп, құлақ салып, жақсылап тыңдасақ, барлығынан өмірімізге ғибрат болатын, өмірімізге үлгі өнеге болатын көптеген мысалдарды табуымызға болады, қадірлі ағайындар. Ал енді қазақтың әншілік дәстүрін, қазақтың ән дәстүрін өзіндік өрнегімен байытқан халық ақыны, күміс көмей әнші композитор Кенен Әзірбайұлының қазақтан өткен талайлар деген толғауы бар. Бұл толғауда бұрынғы өткен ақын әншілерді, жыршы күйшілерді еске ала отырып, бұл толғауда қазақтың ақын әншілерін, жыршыларының бәрін атап өтеді. Сол қазақтан өткен талайлар дейтін Кенен Әзірбаевтың толғауына кезек берейік. Мына бұрынғы жыршылардың барлығы ортаға келгенде өзіндік ертеде бір мәдениет болды. Ай, бәрекелді, сау бол деген сияқты. Бұның барлығы жыршыға күш береді, әл береді. Сондықтан да мына сыр бойындағы жыршылардың айтатын сөзі бар. Ой, пәлі деген сөздерің кем емес, ат пен шапаннан деп айтады. Ат шапан бергендей боласыңдар маған, ой пәлі деп отырыңдар дейді. Сондықтан да ой пәлі, ай, бәрекелді деп отырайық қанекей.
ойнап шыққан ақын бұлбылы, дегендей жүзден жүйрек мұңнан бүлділі, сайраған тілі тәтті ақын әнші, үй сайын көше сайын саңқылдап тұры, шаттықта өнерменен өлең жеңгені, қалың ел әнмен күйге елеңдегені, қашаннан әнге құмар сауық қой жұрт, кәрі жас даусы шықса дедең дегені. Ей, Пердауси ең алғашқы ақын болғаны, ақындық содан бері нақыл болғаны, көркем күй әсем әнмен өткір өлеңі, халыққа баяғыда жақын болған, қиял мен 40 жыл бұрын қорқыт қашқаны, арасы әділсіздеу жер мен аспаны, жете алмай мақсатына арып талыбы, бір тауды мекен қылып жалғыз жатқаны, сол тауда мекен қылып қобыз шауыбы, ән айтқан күйлер тартқан өнер тауыбы, жете алмай мақсатына елден безіп, етіп топ күнелтуге ойын сауық. Мұнан соң тағы дөткен асан қайғы, болса да малға кедей сөзге сайлы, қандарға қарсы шығып нақыл айтып, таба алмай әділ басшы жанға жайлы, Орынбай Кеншімбай мен Қабан ақыны, Кемпірбай Түбек Шүже Бұқар қатын, Сүйенбай Бақтыбай мен олар дөткені, біледі барлық халық Жамбыл атыны, Орынбай Жиенбай мен Қарқабаттары, Нұрпейіс Тұскей Тайжан құлыншақтары, қашаған мұрын жырау Сәттіғұл мен Құлманбет қуандық пен Сарыбастар. Мәдимен майлы қожа Майкөт ақыны, шығарған өнерімен жұртқа даңқыны, Махамбет Шернияз бен Тәттімбеттері, кім білмес осылардың ардақтадыны, бұлардың бәрі жүйрік жазбай айтқаны, бір айтқанда талай күн тынбай айтқаны, ақырып а дегенде сөз жалғызғаны, бұлақтай күндіз түні тынбай аққаны, айтқан біз кейін шыққан бізде солайы, алдағы атамыздың жолын қуалайы, қой бағып қозы жайып ән саларда, жанымда серік болған бұл қарағайы, осындай өтті ақын талай-талайы, көп сөздер қалдау есіл жол таба алмайы, болжаған келешекті келмей тұрып, Махамбет кемеңгерім ақын Абайы. Ыбырай Әсет Майра ахан сері, қазақтың өткен талай әншілері, Шолақтау Біржан Салдар ән шырқаса, аққулар топ болып ұшқан әрі бері, бұларда бағаланбай арман өткені, қайғылы қасіреттің мұңын шеккен. Бозынген ботасынан шерегенде, күйенен Байсеркенің иет кеткені. Күрсінген күңіренген күйдің тілі, белгілі байқағанға әннің үні, бұларда қайғы да бар, шаттық та бар, адамның тамашасыз барма күні, ақын әнші күйшіні халық сүйгені, ән әсер өлең өрнек күйдені, ұшқан құс жүгірген аң жан жануары, қара тас қалғып тұрған қолда игені, өнердің дәл осындай менде есі, өн бойым тек жақсылық дүниесі, домбырам жастайымнан жан серігімні, келтірдім талпынғанша сөз жүйесін. Мына осы Кенен Әзірбаевтың қазақтан өткен талайлар дейтін толғауында қазақтың бүкіл аймағындағы ақын жырауларды, күйшілердің барлығын атап өтеді, халықтың есіне қайта салады. Көп жыршылар бүгінде есімдері ұмытылып қалды көбінің, өйткені насихат осындай жыр кештерін, күй кештерін өткізіп отырсақ, барлық күйшілердің, жыршылардың аттарын есімізге салып, олардың толғауларынан хабардар болып отырамыз. Осы жерде айтады, жаңа Жетісуда өмір сүрген Байсерке деген күйші болған, сол күйшінің күй тартқанында сол
осы нар идірген деген күй барлық аймақта кездеседі. Сол кезде осы інген иіп кеткен екен, нар иіп кеткен екен деп айтады. Сол жерде қарап отырсақ, мына 19 ғасырдың аяғында 20 ғасырдың басына дейін бүкіл қазақ өзіміздің халқымыздың музыкасын өте жақсы қадірлеген, құрметтеген және түсінген. Сондықтан да олар түсінгеннен кейін, оның қадір қасиетін білгеннен кейін таңға дейін жалықпай тыңдаған, әндері болсын, күйі болсын, жыры болсын. Мысалы, Құрманғазының түрмеден қашқан, кісен ашқан деген күйлері бар. 19 ғасырда өмір сүрген, оның тарихы белгілі, түрмелерде отырған елдің ішінде бағынбай жаңағы үкімет адамдарына. Сол кезде түрмеде отырғанда, түрмеден қашқан деген күйді тартып отырған екен дейді, түрмеде отырып. Дайындалып отырған ғой енді. Сөйтіп дайындалып отырса, түрменің сол кездегі қорғаушы солдаттары басшысына барып айтқан екен: бүгін мынаның күй тартысы бір ыңғайсыздау, бұрын соңды біз естімеген бір күй тартып отыр, бүгін қашып кетпесе жарар еді деп, сонда басшысына барып хабарлаған екен дейді. Сонда қарап отырсақ, сол кезде қазақтың домбырасын тек қана қазақ емес, сол кезде орыстың өзі, басқа ұлттың өзі сол әннің ырғағынан, күйдің ырғағынан, әуенінен сол түрмеден қашып кететінін біліп отырған. Қарап отырсақ, қазір бәріміз жырды тыңдаймыз, әнді тыңдаймыз, бірақ мағынасына аса бір мән бере бермейтін бір жаман әдеттер пайда болып қалды көп адамдардың арасында. Көп адамдар нақты күйдің тарихын айтпаса, ол күй не айтып тұр, күй не айтқысы келді дегенді оның сарынан байқай бермейтін деңгейге түсіп кеткеніміз рас. Сондықтан да өзіміздің музыкамызды, өзіміздің күйлерімізді, ән жырларымызды тыңдап, олар бізге не айтқысы келді, не ескерткісі келді, сонымен бізге қандай ой салғысы келді деген нәрсенің бәрін осы халық музыкасынан біз жауабын таба аламыз, қадірлі ағайындар. Ал енді осы ары қарай бір әнге кезек берейік. Мына жыршыларда бір жақсы дәстүрі бар. Насихат сөзден айтып отырады, жастар көбірек бір махаббат туралы ән салса екен деп ішінен қарап отырады ертеде. Сондықтан да термен насихатты айтып, жастарға бір қарап қойып, жастардың осы ықыласына қарай бір махаббат тақырыбында әндерге кезек беріп отыратын дәстүр бар. Сол дәстүрменен халық әні, қазақтың халық әні базардан алып келген шай тостаған дейтін әніңді кезек берейік әнге. Базардан алып келген шай тостаған, тар жерді қиын екен ән бастаған. Анаңнан сені туған айналайын, бәйгіден келгендердей ойқастаған. Анаңнан сені туған айналайын, бәйгіден келгендердей ойқастаған. Ұсталар тердеп соққан жезді құман, бәле боп жолығады сөзді қуған. Бал шайнап шекер жұтқан сәулемедің, көзіңнен айналайын жаутаңдаған. Бал шайнап шекер жұтқан сәулемедің, көзіңнен айналайын жаутаңдаған. Базардан алып келген темір астау, сұрасаң біздің қалқа қиғаш қастау. Алыстан ат терлетіп келгенімде, әзіл көу шарамады қалқам жастау. Алыстан ат терлетіп келгенімде, әзіл көу шарамады қалқам жастау. Осы халық әндерінде қарап отырсақ, қыздарға арналған, қыз баласына арналып айтылған әндердің бәрінде анаңнан сені тапқан айналайын деп қадірлеп отырады. Сонымен қатар осы көзіңнен айналайын жаутаңдаған деп отырады. Бұның бәрінде мына қазақта шырағым деген сөз бар, білесіңдер, шырақ деген сөзді. Енді қарақ дейтін сөз бар, қарағым деген сөз.
Оны біз қазіргі уақытта қолданып жүргенмен оның мағынасына аса мән бере бермейміз. Адамның қарашығы бар ғой, кәдімгі көзіндегі. Сол қарашықтың ортасында тағы бір қарашық сияқты нәрсені бұрынғы қазақтар отқарақ деп атаған. Мына қарағым деген сөз содан. Қарашықтан да аяулы деген сөз, бұған қарап отырсақ, қарағым деген сөз. Мына орта ғасырдағы үлкен ғалым, тілші ғалым Махмұд Қашқаридің кітабы бар, білесіздер, түрік сөздігі деген. Сол түрік сөздігінің ішінде осы отқарақ деген сөздің мағынасын айтады. Сол жердегі қарашықтың ішіндегі қарашық, былайша айтқанда отқарақ деген, сол жерде қыз баланы сондай аяулы, сондай қадірлі, сондай мәпелеп, осындай кәдімгі қарағым деп сондай сипаттаған екен. Ал енді кезекті тағы да термеге берейік, нақыл сөз болсын, өсиет сөз болсын. Мына 20 ғасырда өзі қазақтың көп біздің сал серлеріміз, көптеген жырауларымыз ана Алтын Орда дәуіріндегі, баяғы Ноғайлы дәуіріндегі 13 ғасырдағы Сыпырадан кейінгі Доспанбет, Қазтуған, Шалкиіз, Асанқайғы ақын жыраулардың кезінен кейінгі мына 19 ғасырда көптеген мектеп қалыптастырған композиторлар болды, халық композиторлары. Сол мына жалғасып 20 ғасырға дейін келген үлкен жыршылық дәстүр қалыптастырған, өзіндік орындаушылық өрнегі бар, орындаушылық мәнері бар, мақам сазы ерекшелігі бар жыршылардың бірі бұл Наурызбек жырау. Сол Наурызбек жыраудың жалпы ортаға келгенде ол кісі 8 күн жырлаған туралы естеліктері бар. Кезінде кітабын жазғанда сол естеліктерден жаздық. Сонда адамдардың жырға құмарлығы соншалықты 8 күн соңына еріп тыңдап жүреді. Әрине ол таңға дейін жырлайды, жыршылар күндіз демалып алады. Сонан соң күн бата тағы таңға дейін жырлап отырады. Солай 8 күн жырлағанда соңына еріп бағанағы тыңдаған адамдар қалмай жүрді дейді. Сонда бір айтқанын 8 күн қайталамай 8 күн жырлады деп айтады. Шымбай дейтін өңірде. Сол Наурызбек жыраудың бүгінде көптеген 30-ға жуық мақамы қалды. Соңында Наурызбек жыраудың насихат сөздері менен термелеріне кезек берейік. Домбыраны қолға алып деген термен тыңдайық. Саусақты басым пернеге біраз қантай сөйлейін, осындайда кездескен ағада менен інеге, қатарласып отырған келінде менен жеңгеге, қарындас құрбы теңіме құлақты салып сөзінде тенелтелік термеге. Терме деген насихат пайдалы нәрсе жігіттер, адамға ақыл бермеге. Кем болмайсың жігіттер, жастайдан алсаң өнегі, азырақ сөйлеп әр жерде болма тілім шерменде. Басқа келсе бір қызық көкірегіміз тасынып, ақылда айтса жасылген айтамыз сөз ау асырып, мынау да жаман екен деп аяққа жүрме басынып. Дүния бітсең дөңгелек дәуренде сүріп күлбеңдеп, сыртыңнан өлім бағып жүріп, бір күні сені көрем деп, асылда туған пенделер бар жоғыңа көнем деп, пәлен түген дегенмен сақтағай бізді пендем деп, сәулелі жарық дүнияда жүрміз басып алшандап, алға қарай аршандап. 25-ің кезінде кескірде болат алмастай, болсаң да жігіт қылшылдап, өз күніңде болып өтау жүреде бермей оға сылпылдап. Мен сөйледім жасымда талайда жақсы асылға, басыңнан бақыт тайған күні кім тұрады сенің қасында. Аралап жүрміз бұл күнде бес қаланың арасын, сөйледім сөздің арнасын, талай шапқан жүйріктің көрікті жүрміз шамасын. Кесіргеде құдайым сөйлеген сөздің сағасын, алғыс айты үлкендер бәрекелді балам деп, пәтия бердік саған деп, талайда көрген жүйрікті мен қария бабам деп, ағайлар айты інім деп, осы бүгін көрін деп, етімде қызып шапқан соң сөйледім сөзді тербеңдеп, қыз келіншек тыңдады жайдары көзін мөлдіреп, талай асыл сөздер бар мен сөйлейін бөлмелеп, басында бақыт тұрғанда ахуал жағдай әлқайда, шалқыған көңлің бәсейіп аспайды сөзің бір пұлға,
өскенде жерің ойнаған адамға ыстық қалайда бақшасынан кеткен соң шалқыма сайрап бұлбұлда шымырлап зейін ауаду сайратта кетсал құрғырған әлеумет халық жал төгіп әлеумет халық жал төгіп ұрсатта бердің сөйле деп сөз мәнісін айтуға оғанда бояу тұру керек жүйрік білденмін бар ма сөйлеп отыр елпең деп асылы сөзді тыңдауға азамат асылы ер керек бәрі бірдей болмайды көпшіліктен табылар ұшықта жүрген көбелек ұша от басар бір күні күйсе аяғы бір күні күйсе қанаты енді қалды қаяғы қаншама шалын шалғанмен қалмайды-ау әдеп баяғы мерекенің сән үшін лайықты құры бар жаудыраған қара көз шамшырақтай нұры бар наурызбектің сендерге әкелген сұлу жыры бар тыңдасаң көңің тынығып алуанда түрлі сыры бар құлақты салып тыңдай бер ау демалып көңің оу тынығар жақсыда інің көңілді жақсыда інің көңілді алдыңнан өтпейді ағалап қысылмайсың тар жерде жақсыны жүрсең сағалап әдептен жаса маңдайға құйылар дәулет арналап жан жуықта шалғанда жігітте болсын бір талап ашылды сөздің арнасы төгілді тілдің жорғасы алуан жүйрік бар жұлқынған менен қаншама белгілі емес пе пардасы сайлыда болсын саяңыз ықтырма болмас жарбасы жақсы болсын жол шексең азамат ердің жолдасы туғаныңнан кем емес тиесі жүрер пайдасы жақсының ісі күнде жаңалық сұмдықтың болмас айласы алдыңда тұрса күлімдеп жігіттің сүйген қалқасы сүйгенің сұлу деген бар аманда болса малбасы ілігіп көзге жүрмесін біреудің сүйген марқасы қожалық деген үлкен патшалық сөзімнің осы арасы айтқанды етпесең мен қайтейін шырағым ау жігіттің қайда жүрмейді бір басы осы насихат сөздерімізді тағы да пәлсапалық ойлары бар әнге ұластырып отырайық, жалғастырып отырайық. Осы Қожелі дейтін өңір бар, көптеген мына орта ғасырдағы көптеген ғұламалардың сол жерде өмір сүрген жері, мәңгілік орын тапқан жері, сол жерде көптеген әншілер болған, жыршылар болған, сол Қожелі өңірінде өмір сүрген Қошқар Ахметұлы дейтін жыршы атамыз болған. Сол Қошқар атамыздың бір әні бар, пәлсапалық ойларға құрылған. Сол әнге кезек берек, насихат сөзбенен жалғап отырайық. Астым-ау, мінген атым көкдөненім, мінгенде көкдөненге желденемін. Әлеумет өлең айт деп бұйырсаңыз, сақадай алтын шайған қарағым өңделемін ұйғарған бұзбай көптің ынтым
ынтымағын сайратып жирен шөтті тілмен жағын санаулы өлшеулі өмір біткен күні опа сындырмаған қарағым кімнің сағын мына халық ауыз әдебиетінің бір саласы батырлар жыры. Батырлар жырында біз жаңа айтып өткеніміздей көптеген идеялар жатыр. Адамға өміріне бағыт бағдар беретін көптеген осындай ойлар жатыр, идеялар жатыр. Осы халық жырларының ішінде тарихи жырлар деп бөлінеді, ғашықтық жырлар деп бөлінеді. Бұл жырлардың бәрі сонау бастауы мына күлтегін тоны көк дейді 6 ғасырдағы сол кезден бастайды енді жыршылық дәуірді. Мына 13 ғасырда Қырымның 40 батырының бастауында тұрған сарайшықта өмір сүрген, Еділ жайықтың бойында өмір сүрген сыпыра жыраудан бастайды. Бұл жырлардың барлық ғасырлар бойы, жылдар бойы ауыздан ауызға көшіп, жыршыдан жыршыға көшіп, жүздеген жыршылардан өңдеуден өтіп бізге жеткен. Бұның барлығында елді қорғау негізгі басты мақсаты. Бұрынғы уақытта халықтың рухын сол батырлар жырымен оятып отырды. Отанын басқыншы жаудан қорғау, батырдың отаншылдығы, адалдығы, уәдеге беріктігі, зұлымдық пен қиянатқа қарсы қойып отырады. Бұл жырлардың бәрінде нақтырақ айтқанда халықты тәрбиелеп отырады, елін қорғауға, жерін қорғауға. Сондай жырлардың бірі енді біз қазіргі орындайын деп отырған толғау, сондай зұлымдық пен қиянатқа қарсы қойылған адалдық. Бұл мына сыр бойында Талғат Тілеулесіп дейтін ақын ағамыз бар. Сол Талғат Тілеулесіптің Қара бура дейтін жыры бар. Қара бура әулие, Бегім сұлу дейді оның қызы. Қара бура әулие осы оңтүстікте Ахмет Яссауидің заманында өмір сүрген адам екен. Екеуі өте жақын дос болып, сондай уақиғаларын осы жырда бейнелейді, баяндап береді. Олай болса бүгін ән шырқап жатырмыз, терме айтып жатырмыз. Енді осы жырға кезек берейік. Қара бура әулие, Бегім сұлу жырын тыңдайық ағайын. Бісміллә болсын мына сөздің басы, бір Алла жаратушы дем бере гөрі, ақынның оң бастаған талабына. Ей адам деген пендемі жер бетінің жөнге кірмей білмейтін табанына. Басына тіршіліктен де өтпейді, күн кешкен қызықты да қаралы да, есеткен ертегінің бәрі ақиқат, мұңдылық шежіре бар бағалыда. Есеткен ескілерден сөзім бар ет, саңылық болсын сөзім саналыға. Осыдан бірнеше бір ғасыр бұрын Қара бура әулие өмір сүрген, Ахмет Яссауидің заманындауға. Ей қаптаған қарақтай келген екені, қуыпты қазағымның таласынан. Қаншама көз салса да біздің елге, ешқандай іс өнбетті таласынан. Қара бура әруақты кісі екені, халқының қамын жеген өзі батыры. Туыпты жеті рудың тамасынан. Күш қайраты болып дау аса мықты, жанын серік еткен адалдықты. Ел шетіне жау тисе қарап жатпай, ерлікпен тамсандырған талай жұртты. Ірілігін ат белі көтер алмай,
қара бура мініп ап ел ішінде, сондықтан қара бура атаныпты. Ислам дінін алғаш мойындағаны, ей танытпайдау еді екен сараңдықты. Ақ туын адалдықтың берік ұстап, жарыққа айналдырған қараңдықты. Аллаға көрсеткен құрмет үшін Ахмет Яссауиден ай баталы тауау. Ортазия шерінде, Ортазия шерінде діни ислам таратқан, аузында ашып қаратқан Қожа Ахмет Яссауи 63-ке келгенде, мына дүние жалғаннан көзіммен көзе көргенде, пайғамбарым Мұхаммед 63 жас жасаған, одан да артық жас жасау мен үшін күнә болады. Адам деген пендеміз, 5 күндік жердің қонағы, өзіме құлдышын самай, өзіме құлдышын сасам, Аллаға деген қызметім ісімде қалай оңады. Қолымнан келер жалғыз іс, жарық нұрдан ажырап, қара жердің қойнына өз еркімменен кіремін. Ол үшін мен арнайы мінәжат орын қылып ет, жер астына салдырып, сонда да өмір сүремін. Жер бетіне қайтып шықпаймын, ақырғы демім біткенше бір Аллаға сыйынып, жер бетінен жақсылық жаратқаннан тілерім. Айналайын ағайын, күндердің күні болғанда, өлетін шағым болғанда, күнінде айтып кетемін. Мен сонда дүние саламын, әзірге күтіп жатырмын. Жіберер Алла хабарын, бәрі де кетер өмірден. Болса да мықты қамалың, кейбіреулер білмей жүр, өлгесін қайда барарын. Алладан мықты ешкім жоқ, таймайдау деме о табаным. Алмаңдар жұтым жаманат, алмаңдар жұтым жаманат, көңілде болсын қанағат. Бір-біріңе ешқашан ауыр сөз айтпа балағат. Құлағын салып тыңдасаң, сөзіме менің жамағат. Айтарым енді жалғыз сөз, сендерге еттім аманат. Мен дүние саламын, жаратқан ем бір Алла, алдыңа бақ енді барамын. Қара бура әулие, қара таудың жерінде, қара таудың теріскей, созақта шахар елінде, көші беріп алыстан қас батырды құдырет. Туылғасы секілді сағасынан көресің, күмбездеп қойған төбесін. Қазірде біздің қазағын ардақта тұтқан ересін, ұрпағына үлгетіп қадірлеген көнесін. Әр уақыт тұтқан бабамыз жастарды желеп жебесін. Қара бура әулие, рухыңа бас ием, бойымна қуат берерсің. Тоғызыншы ғасыр тұсында, 9-шы ғасыр тұсында көтеріле көшіп түріктер Каспий теңізін жағасын селжұқ мимы екетіп, Мәлік шақтың кезінде бір күнде шығат гүлденіп, күннен де күнге бұл қала нәр береді гүлденіп. Ажалы жетіп Мәлік шақ дүнияны салады, әкорынан мұра боп санжар таққа мінеді. Санжар таққа мінгесін, айналасын білгесін, Қорасаннан елін көшіріп, Сырдария бойына Жанкетке салат іргесін. Қалаға билік жүргізіп, бекініс мықты қылады, күш қайраты қолында, қарғауда үшін құмары аңға шығып тұрады. Бір күні аңға шыққанда жазуы болар Алланың, елден де ұзақ кеткенде, жетер жерге жеткенде, есіне санжар түсірет, ұмыт боп қалған қанжары әмірі беріп құлына. Осында күтіп тұрамын, тездетіп үйге барып кел, үйдегі бегім жарымнан қанжарды сұрап алып кел. Бегімге жетіп барады, қаным қанжарын тездетіп алып беріңіз. Аңға деген құмары таудай боп тұр талабы, жабықтан қаным қанжарды толғысына бергенде, мүсіндей апақ білегі құл бишара көргенде, есінен танып құлады. Біраздан соң ешейіп қанға қарай шабады,
күте Санжархан таусылат әбден амалы құлы келсе қанының түйіліп кеткен дейді оу қабағы сонда құлының қанға кешкен себебін айтып тұрған жер екен дейді мынау қанием талай жылдар құл болып тие беде көмегім қанжармен шауып тастасаң қазір қатып өлейін қасқанымды тақсыр қия көр тез келемін деп едім қанжарды қаным бергенде қолымнан ұстап жібермеді кешіккен осы себебім айтқанымның бәрі рас түсін етін дегедім мұны есіп Санжархан атқа қамшы салады қан қайнаған жүрекпен бегімге жетіп барады сөзге келмей бегімнің оң қолы оң бұрымы оң танауын тіледі ашулы жүрген Санжархан ешкімге құлақ аспады құлының жалған сөзіне жамандыққа бастады ол сарайда жүрген нөкерлер ақ қарасын істің білсе де татулы қабақ қанына көрмегендей жағаш қашпады күнәһар деп бегімді зынданға салып тастады зынданда бегім жылайды көзінің жасын бұлайды жалбарынып Аллаға дінінен көмек сұрайды ертеңгі күні болғанда үміттің гүлі солғанда қара бура әулие түсіне қыздың кіреді мән жайын сұрап әрістің ақ қарасын біледі жазықсыз мына шаладан бегімде әбден жүдеді шындықты айтып тұрғанда соғылған қыздың жүрегі ақ болсаң егер қызым-ау оң қолы оң бұрымың таң атпай-ақ өзінің өз қалпына келеді аққа ала жақ деген жаратқаның бұда бір саған деген көмегі сол күн ішінде қара бура әулие Санжарға да енеді сен де менің баламең егер де қызым ақ болса оң қолы оң бұрымың таң атпай-ақ өзінің өз қалпына келеді шақарыңды жылан жұтсын деп батасын терес береді осы түсті көрген соң Санжарда қатты шошынып не істерін білмей дал болып тұрады біраз тосылып таң атқасын Санжархан жібереді құлдарын қаным қандай күйделеп айтыңдар маған хабарын құлдары барса зынданға баяғы түсіп қалпына шашын тарап тұр екен қолына алып тарағын мұны естіп Санжархан сасады қайда барарын сол уақыттары болғанда аспаннан үлкен мәс түсіп ортасына қаланың ішінен шыққан жыландар тірі адамын қалдырмай бәрінде түгел шағады қатыге Санжар еліне күн туады қаралып күннің көзін көрсетпей қара түнек жабады жыланда шаққан денеден судайда қандар ағады құлағандар қаңсырап төмпешік болып қалады тұппей бұлғып бір күнде гүлденген әсем қаланып қаңырап қалады Санжардың теріс ісінен бегім сұлу зынданнан құс болып ұшып кетеді Алланың бұйрық күшімен аңызда емес кешегі адамның емес өсегі қазіргі тұрған мазары бегім сұлу құс болып ұшқанда ер адамнан безініп адам көрмес айдалап қонғандау жерің ойы деседі бұл жырда Селжұқ мемлекетін басқарған сол хан Санжархан деген сол өзінің жаңағы сөзіне сеніп құлы енді әйелін көріп сұлулығын көріп талып қалып есінен танып содан кешігіп өтірік айтады ханына қолымнан ұстап білегімнен ұстап жібермеді сондықтан да мен кешіккен себебім солай болды деп сондықтан бұл жерде сол жалаға ұшырап сол оң бұрымын оң қолын кесіп алған екен аққа құдай жақ деген қалпына келіп соныменен сол осы ер адамнан безініп бегім анамыз мына үлкен құмның арасына қарай құс болып ұшқан екен деп айтады қазіргі уақыттары
Қазалының жерінде Жанкент дейтін қала бар, ертеде қала орта ғасырдағы. Соның мына жерінде осы Бегім ананың мазары дейтін үлкен бір мұнара бар. Сол ертедегі аңыздар бойынша, сол кездегі осы оқиғалар бойынша осы жырды Талғат Тілеулесов ағамыз жазып шыққан екен. Сіздер тыңдадыңыздар. Бұл жерде енді қиянат, сол қиянатқа адамның жала жабуы, адамның өмірінің қалай өзгеруі, құбылуы, соның барлығын осы жыр арқылы халыққа түсіндіріп өте деген, сөзге сенбеу керек, өсекке ермеу керек деген сияқты осындай ақыл, насихат айтады қадірлі ағайындар. Біраз жырды, насихат сөздерді, халық әндерінің біразын қамтыдық. Біз енді осы концертіміздің соңына қарай таяп келе жатырмыз. Біз енді осы туған жерге қатысты Көкшетау дейтін ән бар. Сол Көкшетау дейтін әнді тыңдайық. Соңын Сәулемай дейтін бір халық әніменен жалғастырып, концертімізді аяқтайық қадірлі ағайындар. Тау биік, өскен жерім баурайында ойнаған киігіңдай Көкшетау жерің салқынай, қайтейін қайран жерім ел шалғында атымды айдап салып кімге барып басармын күйігімдай Көкшетау жерің салқынай, қайтейін қайран жерім от жалындай көзіме көрінесің қош есен бол қалқатай дескен жерім Көкшетау жерің салқынай, қайтейін қайран жерім айтып жатырмыз, бірнеше күндеп жырлайды, ең кемінде таңға дейін жырлайды. Соның ішінде осындай терме емес арасында ән салып отырады. Мына әр өңірде, мысалы, қазіргі уақытта мақам деген сөз жалпылама қазақта Маңғыстаудың мақамы деп айтамыз, Сырдың мақамы деп айтып жатамыз. Бірақ ертедегі қазақтар жалпы мақам деген сөз мына діндегі Құранды қирағаттап оқу деген сөзбен келді. Мақамдап оқу дейді. Ертедегі қазақтар бұны саз деп атап келген. Бұл Ахмет Жұбановтың еңбектерінде кездеседі. Осы Әмудария бойында қазақ, Түркменстандағы, Қарақалпақстанда қазақтар бұл жыраудың мақамын жол деп айтады. Наурызбектің жолы, Теңізбайдың жолы деп осындай жолдар деп айтып келеді. Осы Шымбай дейтін өңірде өмір сүрген, Нүкіс өңірінде өмір сүрген Мәсіпатша Камалов деген жыршы болды. Сол жыршының жеткізуіндегі лирикалық әннің бірі Сәулемай дейтін ән. Осы әнімізбен концертімізді аяқтаймыз қадірлі ағайын. Махаббат тақырыбындағы лирикалық әндердің бірі. Қарағым айналайын әппағым ай, үстіңе кисең киім шашағың ай, сайраңдап дүния жүзін жүрсем давай, сәулем ай сенен артық таппадым ай, сәулем ай
сәулем ай, сенен артық таппадым ай, сәулем ай. Көзіңнен айналайын күлім деген, дұшпан ғып басқан ізің білін деген. Алыстан арбаңсап келгенімде, көтеріп ақтамағын тілін берген сәулем ай. Көтеріп ақтамағын тілін берген сәулем ай. Айтқанымды тыңдасаң, әл жетпеске таласпа. Жақсы менен дос болсаң, артықта кемді санаспа. Артықта кемді санасаң, әдебінде жанаспа. Сәулеңде болса кеудеңде, дұшпаныңа сыр ашпа. Дұшпаныңа сыр ашсаң, қайғыда түсер бір басқа. Әзілің болса арады, түсімді айтпа құрдасқа. Айтар сөзді байқабай, сырласарда мұңдасқа. Алдыңнан бір күн шығады, әзілде сөзің бір басқа. Дүния деген опасыз, ренжу тұрса арады, алып та соғар жамбасқа. Кей адамда опа жоқ, бәлесін сақтап жүреді. Жақындасып аңдыса, жолдаса да жолдас бар. Сен үшін жанын қиятын, кеудеде жаны опаса. Ондай жолдас тауылмас, тауылса егер жаңылмас. Тумысы бөлек нарғасқа, бәрінен де жігіттер. Жалғыздық қиын опаса, жалғызда болып бай болсаң, дәулетің болар туғаның. Жарлы болып көп болсаң, көпте болса сынғаның. Жақсылық етсең сөйлеме, ысырап болар қылғаның. Жасыңда өнер білмесең, өскен соң сірә білмейсің. Бәйтеректей майыспай қақырайып тұрғаның. Досыңа жаман сөйлеме, досыңа жаман сөйлесең, өзіңді өзің ұрғаның. Жақсы да болса алғаның, көңілден бітер арманың. Жаман болса алғаның, қатарыңды көргенде бұйырмай кеткен сыңқылды азда болса жиғаның. Сонда өзің білерсің, алдамшы жарық дүнияның опасыздық қылғанын. Басыңнан тайса бақилығы жақындамайды туғаның айы.